Қостанайда құрастырылатын Toyota автокөлігі әлемдік стандартқа сай алдағы қыркүйек айында Жапониядан осындай сапа сертификаты алынады. Тобыл өңіріндегі тағы бір ірі инвестициялық жоба темір арматура шығаратын зауытты жыл аяғына дейін өндіріс қуатын 100 мың тоннаға дейін жеткізбек. Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингінің қолдауымен іске асырылған бұл жобалар отандық экономиканы дамытуға ықпалын тигізуде. Қазақстан Даму банкінің ұйымдастыруымен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері аталған кәсіпорындарда болып, өндіріс тынысымен танысты. Әлемдік брендке айналған Toyota автокөлігі Қостанайда құрастырылады. Жылына мұнда 3000 машина шығарылады. Және тек құрастырып жинау ғана емес, дәнекерлеу, сырлау сияқты жұмыс бөліктері осы зауытта атқарылады. Осылай авто өндірісінің қазақстандық үлесі жыл санап арта бермек. Тобылдың Toyotалары ТМД нарығында тайталасатын күнде алыс емес. Биыл біз Toyota автокөлігін шығару жобасын қаржыландырдық. Қазір кәсіпорын толық қуатында жұмыс істеп тұр. Қыркүйек айында әлемдегі жетекші Toyota компаниясынан біздің автокөліктер стандартқа сай екендігін дәлелдейтін құжаттар келуі тиіс. Қазақстан Даму банкі қаржыландырған тағы бір ірі жоба темір арматуралар шығаратын зауыт құрылысы. Бұған дейін болат елемдері Ресей мен Украинадан тасымалданатын. Жаңа өндіріс орнының іске қосылуымен Қазақстанның құрылыс саласындағы сыртқа тәуелділігі азайды. Зауыттың жылдық қуаты 450 мың тонна. Жұмыс істей бастағанына жарты жыл ғана өтсе де, кәсіпорын өз өнімдерін экспортқа шығара бастады. Биыл біз жыл аяғына дейін өндіріс көлемін 92-100 мың тоннаға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Келер жылы толық қуатында жұмыс істеуге тиіспіз. Қазір Қостанайдың темір арматураларын Өзбекстан, Қырғызстан елдері алып жатыр. Енді Ресейге шығармақ ойымыз бар. Халықаралық бұл ірі жобалар ел экономикасының дамуына оң әсерін тигізері анық. Себебі бастапқы кезеңде мүмкіндіктерінің зор екендігін көрсетіп отыр. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Қостанай.